Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен құрамы қарапайым үйдегі бар заттармен жасалатын балды торт дайындаймыз. Жасалу жолы оп-оңай. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бірінші қайнатпалы кремімізді дайындап аламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға 180 грамм қантымызды салып, шанышқымен немесе миксермен қантымыз езілгенше араластырып аламыз. Үстіне 100 мл сүтімізді құямыз. Үстіне 2 ас қасық крахмалымызды қосып, араластырып, қалған сүтімізді құямыз. Газға аз отқа қойып, тоқтамай араластырып тұрамыз. 2-3 минут өткен соң өзі осылай қоюланып шығады. Отымызды өшіріп, бетін салафанмен жауып, салқын жерге толықтай суытамыз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды миксермен немесе шанышқымен жақсылап толықтай езілгенше араластырамыз. Үстіне өсімдік майымызды құямыз. Бөлек ыдысқа балымыз бен ас содамызды салып, толықтай көпіргенше және де түсі қоңырқай болғанша араластырып аламыз. Тоқтамай араластырып тұрып, көтерілген соң дайын тұрған массамызға құямыз. Балымыз ыстық болғандықтан бірден тез-тез 2-3 рет араластырып жібереміз. Електен өткізіп отырып, ұнымызды саламыз. Басында осылай қасықпен араластырамыз, кейін қоюланғаннан кейін қолмен араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмау керек, жұмсақ болып шығу керек. Осылайнан 5 бөлікке бөліп, домалақтап қоямыз. Пергамент қағазымыздың үстіне осылайнан домалақ формаға келтіріп, жайып шығамыз. Шамамен қалыңдығы 2 мм болса жеткілікті. Егер пергамент болмаса, пешіміздің табасын төңкеріп, соған сәл ұн салып, соның үстіне жайсаңыз да болады. Алдын ала қыздырып тұрған пеште 200 градуста 4-5 минуттан пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды матаның үстіне қойып суытып, тарелкамен не болмаса қалыптың астымен кесіп аламыз. Мендегі қалыптың диаметрі 28 см. Қалған шетінен шыққан корждарды салафанға салып, оқтаумен үгітіп қоямыз шетіне жаққанға. Бөлме температурасында тұрған сармайымызды миксермен араластырып, үстіне аз-аздан қайнатпалы массамызды салып, кремімізді дайындаймыз. Осылай корждарымызға қайнатпалы кремімізді жағып шығамыз. Барлық 5 коржымызға да осылай қайнатпалы кремімізді жағып, үстіне үгітіндіні сепсек те болады. Мен ең үстіне дайын қайнатпалы сгущенканы жағып, қалған қайнатпалы креммен сызып шықтым. Жандарына салафанға үгітіп дайындап қойған үгіндіні сеуіп шығамыз. Біздің қарапайым балды тортымыз дайын. Мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қойсаңыздар, кремдеріңіз сіңіп, жақсы болып шығады. Жасалу жолы оп-оңай.
құрамы үйдегі бар заттармен жасалатын болғандықтан сізге жасап көруге кеңес беремін. Сондай тәтті, ылғалды болып шығады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлжанат, сау болыңыздар.